28-8 грамм қаныққан бір негізді карбон қышқылының натрий тұзын натрий OH қатысында қыздырғанда 4,63 литр газ түзілді. Өнімнің шығымы 79% деген газ анықтаңыз. Қаныққан бір негізді қышқылдың натрий тұзы деген ол бізде RCOO натрий. Қосамыз оған натрий OH-ты. Бұл бізде Дюма реакциясы болып табылады. Ол кезде бізде мынау әрекеттесіп барлығы қосылып бізде натрий 2SO3 болып және RH қосылғанда бір алкан шығасылады, R радикал, бір сутек қоссам алкан шығады. Осы алкан бізде қанша литр дейді? 4,63 литр дейді. Қаныққан бір негізді пластикпен өшіріп тастайын. Ол бізде 28-8 грамм. Бізге мұна радикалды табу керек, қандай радикал екені, радикалдардың түрлері метил, этил, пропил, солардың қайсысы деген сияқты. Так, астына n табу керек. Так, 4,63 литр берілсасына не жазамыз? 22-4. Бірақ бізде бұл жерде бір но бар. Шығын қанша процент? 79%. Бұл 4,63 литр газ түзілді деген сөз. Ол 4,63 бізде қанша пайыз шығынмен түзілген? 79% шығынмен түзілген. Ал бізде жұмсалады, тұз жұмсалады бізде қанша пайызбен? 100%. Сондықтан бұл жерге біз 100%-ын табып алуымыз керек. Пропорцияны шешетін болсақ, бізде 5,86 шығады. Яғни мына жерде 4,63-тің орнына біз қаншаны қолдануымыз керек? 5,86-ны. Все, пропорция шықты бізде 28-8, сызықша 5,86, астында x, сызықша 22-4. Пропорцияны табатын болсам 110 шығады. Бұл RCOO натрий тұзының, қышқылдың натрий тұзының MR 110. Енді бұл жерден бізге таза кім керек? R керек. Олардың бәрін табатын болсам, көміртектікі 12, 2 оттек 32, қосам 1 натрий 23. Бұл үшеуі бізде қаншаны береді? Бәрін қосатын болсақ, 55, 67. Сонда қанша жетпейді? Мұны радикалын қанша болу керек? 43 болу үшін. Бәрін қосқан кезде 110 болу керек. Сонда x-ін шығады бізде 43. Все, радикалды таптым. Қай радикалдың өмірі бізде 43 болу мүмкін? CH3 точно емес, 15 ақ. Так, C2H5 бізде там 29. C3H7 бізде 36-ға жетін болсамыз 43. Вау, все. Радикал бізде кім екен? C3H7. C3H7-ге сәйкес келетін газ ол бізде C3H8 пропан. Жауаппен не істеп тұр? Сәйкесіп тұр. Кеттік қарай. Так, 3,36 литр алканды жандырғанда 13,2 грамм көмір қышқыл газы түзілген судың массасын есептеңіз. Алкандар бізде CnH2, N плюс 2. Қосамыз O2, жағамыз. Нәтижесіне шығады бізде CO2 қосылған H2O. Так, алкан бізде 3,36 литр. Моль тауыла салсақ бола ма? Алкан. Так, литр берілсе неге бере саламыз? 3,36 бөлеміз 22-4-ке. 0,15 моль. CO2 моль тауыла салатын болсақ. Масса берілсе MR-ға бөлеміз. Так, 13,2 бөлеміз 44-ке. Ол бізде 0,30, 0,3 моль. Яғни екеуінің қатынасы көміртекпен алкан мен CO2-ның қатынасы бізде қандай болып тұр? Алкан мен CO2-ның қатынасы келтіретін болсақ, алкан бізде 0,15 болып тұр, CO2 қанша болып тұр бізде? 0,3 болып тұр. Қатынасқа салатын болсақ, ең кішкентайына бөле салам. 0,15, қатынас 1,2 болып тұр. 1,2 болып тұр. Яғни бір молекула алкан түсетін болса, онда 2 молекула CO2 шығуы керек. Бұл қай алкандар болуы мүмкін? Біріншісіне барайық. Біріншісі метан, жағамыз CO2 қосылған H2O реакцияны теңестіріп көрейік. Мұнда 2, мұнда 2. Так, алкан мен CO2-ның қатынасы 1,2 болу керек. Келіп тұр ма? Жоқ, келіп тұрған жоқ. Келесін қараймыз. C2H6 қосамыз O2 шығады. CO2 қосылған H2O теңестіруіміз керек.
Көміртек 2, көміртек 1, алдына 2 қоясың. Сутек 6, сутек 3. Қатынас келіп тұр. Так, мұнда оттек 4, 3, 7. Мұнда 3,5 боя сызық болады. Все, қатынас келіп тұр. Бір көміртекке алқандағы 1 моль алқанға 2 моль суек келіп тұр. Яғни этан бізде келіп тұр. Осы бойынша таба салсақ болады. 3-те 36 литр. Астына бөлеміз 22-де 4. X мұнда. Так, есептейтін болсақ, 18-ді 3-ке көтеретін болса 54. Сонда бізде мынандай пропорция шықты. 3-те 36 сызықша X, астында 22-де 4 сызықша 54. Пропорцияны шешетін болсақ, 8,1 грамм шығады. Жауаппен сәйкес тұр. Ары қарай кеттік. 35. Құрамында 98% метаны бар табиғи газды катализатор қатысына тотықтырғанда 0,644 тонна құмырсқа қышқылы алынған. Өнімнің шығымы 50%, реакцияға жұмсалған табиғи газдың көлемі. Так, метанды тікелей тотықтырып, бізден не алған? Құмырсқа қышқылын алған. HCOH қосамыз H2O. Мысалы, 3 оттек. Так. 98% метаны бар дейді. Бізде құмырсқа қышқылы қанша шыққан дейді? 644 тонна. 0,644 тонна. Тоннаны килограммға айналдырып алсам жақсы болады. Я? Килограмм. Жазып қойсақ үстіне 644 килограмм. Масса берілсе, астына m жазылады. Я? 46. Жұмсалған табиғи газдың көлемі. Көлем десе біз астына не жазамыз? 22-де 4 жазамыз. Килограмм мен метр куб екеуі сәйкес жүреді. Өйткені грамм литрмен жүреді, килограмм метр кубпен жүреді. Пропорцияны шеше салатын болсақ, 22-де 4-ті көбейттіреміз 644-ке, бөлеміз 46-ға. Калькулятормен есептей салайық. 22-ті көбейттіреміз 644, бөлеміз 46. $313'те 6. Нәтижесінде бізде қанша шықты? 313'те 6 метр куб не шықты? Метан шықты. Бірақ бұл қанша пайыз шығыммен деген? 50% шығыммен. Реагент табатын болсақ, бұл 50%, ал бізде жұмсалады 100%. X пропорцияны есептеп шығаратын болсақ, онда бізде шығады 627'де 2. Бұл таза метан. Таза метан табиғи газдың ішінде қанша процент дейді? 98% дейді. Ал бүкіл табиғи газ бізде 100%. Тағы да пропорция шеше салатын болсақ, онда бізде шығады 640 метр куб. Жауап қанша шығып тұр? 640. Сәйкесті. Ары қарай кеттік. Массасы 274 грамм бір атомды спиртті концентрлі күкірт қышқыл қатысында қыздырғанда 133'те 4 грамм алкен түзілген. Егер өнімнің шығымы 80% болса, бастапқы белгісіз спирттің формасын анықтаңыз. Бір атом спирт дегенсіз ROH. Күкірт қышқыл қатысында қыздырған. Температура 140 градустан жоғары. Нәтижесін шығады. Алкен, CnH екен, и су шыға салады. Алкен бізде 133'те 4 грамм. 2. Мұнда бізде астына нелер жазыламыз. Әмірін білмеймін. Көміртек 12-ні n-ға көбейтсем 12-н, 1-де 2-ні көбейтсем 2-н, 2-ні қоссам 14-н шығады. Так. Спирт бізде қанша грамм? 274 грамм. Мұнда R-дің ішіне CnH екен плюс 1 бар. 14N. CnH екен плюс 1, радикал деген бізде органикада. CnH2N плюс 1. CnH екеніміз 14N плюс 1. Мұна жақта 16, 17, 14N қосылған 18 деген формуламен шыға салады. Бірақ бізде мұна жерде бір минус бар. Алкен 133'те 4 грамм түзілген, ол қанша пайыз шығыммен? 80%-бен. Бірақ түзілу керек еді қанша? Соны есептеп алу керек. 133'те 4, ол бізде 80%-бен шыққан. 100%-бен қанша шығу керек? X.
есептеп алсақ. Соңғы списақта болатын еді. Жақсы. Қазір есептеп алсақ. Так, 133-те 4 көбейтіреміз 100-ге, бөлеміз 80-ге. 166-та 75. Соңғы списақ. 136-та 75. Мына жерде 133-те 4 емес, 166-та 75-ті қолдануымыз керек. Я? Так, все пропорция шықты. 274 астында 14n қосылған 18. Так, мұнда тең болады. Үстінде 166-да 75 астында 14n. Осы жерден n-ді шешетін болсақ, n бізде қаншаға тең болады? 2-ге тең болады. Ол C2H5OH. Арада кеттік. 48 грамм бром мен 25 мл тығыздығы 0,78 грамм миллилитр бензол темір хлориді қатысында өзара әрекеттескенде бром сутек 2,24 литр бутадиен 1,3 әрекеттесетін дигалоген түзілді. Әрекеттескенде түзілген бром сутек 2,24 литр бутадиен 1,3 әрекеттесіп дигалоген туынды түзілген. Бром бензолдың шығымын есептеңіз. Қараңыз, бізде бром бар. Бром 2. Әрекеттесті дейді бензол. С6H6. Феррум бром қатысында. Бұл деген сөз реакция қосылу форматы емес, орын басу форматында жүреді деген сөз. Нәтижесін шығады. С6H5 бром бензол қосылған H бром. Осы алынған бром сутек бутадиен 1,3-ті қосып алуға жұмсалған дейді. H бром қосамыз бутадиен 1,3 деген ол бізде С4H6. Шығады нәтижесінде С4H7 бром мұнда. Бром бензолдың шығымын есептеңіз. Так. Бром бізде қанша грамм басында? 48 грамм. Так, бензол бізде сәкішіне қызық екен. 25 мл тығыздығы 0,78 дейді. Грамм миллилитр. Бұл бензолдікі. Массасын тауып алсақ, масса тең болады. 25 көбейтіреміз 0,78-ге. 19-да 5. 19-да 5 грамм бензол бар. Так, енді бром бензолдың шығымын табу үшін, шығым бізде формуласы қандай еді? Шығымның практика бөлінген теория. Көбейтілген 100%. Қазір тауып басыламыз. Бром сутек 2,24 литр бутадиен 1,3 мен. Так, 2,24 астында 22-де 4. X1. Есептейтін болсақ, 0,1 мол. Так, мына жақта есептейтін болсақ, 48 астында 160. Мына жақта астында 78. Так, мына моль есептейтін болсақ, 0,3. Мына жақта есептейтін болсақ, 19-да 5-ті 78-ге бөлетін болсақ. Так. 19-да 5 бөлеміз 78, 0,25. Так, мына бізде қанша шығып тұр? 0,25 шығып тұр. Қайсысы аз? Әрине 0,25 аз. Массасын немен таба саламыз? Азмен таба саламыз. С6H5 бром бізде 72, қосамыз 5, 77, қосамыз 80, 157. Так. 157 пропорцияны бір есептейтін болсақ, 157 көбейттеріміз 0,25. 39-да 25 шығып тұр. Так. 39-да 25. Так, мұнда дигалоген туынды екен. Дигалоген болса, бұл жерде қанша болады? 2 болады. Астыда 2, 8, бұрын 2, значит, 0,1 бөлеміз. Қанша болады? 0,2 болады. Так, 0,2 астында 1.
тағы да бір пропорцияны шеше саламыз. 157-ні 0,2 көбейтіріп 1-ге бөлем. Нәтижесінде шығады 31,4. То есть шығу керек еді 39,25. Но по факту қанша шыққан екен? Мына жақтан есептеп алдық. Бұрынғы сутек арқылы 31,4. Формулаға келіп қоя саламыз. Практика бізде міндетті түрде азы болады 31,4. Теориясы міндетті түрде көбі болады 39,25. Көбейттіреміз 100-ге. Нәтижесінде шығады 80%. Жауаппен сәйкес тұр. Кеттік ары қарай. 38. Бір негізді карбон қышқылының натрий тұзын натрий гидроксидімен қосып қыздырғанда 11,2 литр, тығыздығы 0,1,965 грамм литр болатын газ күйдегі көмірсутек алынды. Реакцияға жұмсалған тұздың массасын есептеңіз. Бір негізді карбон қышқылының натрий тұзы. Ол бізде RCOO натрий. Сутек онан натрий деген қосады. Натрий гидроксидімен әрекеттескен. Дюма реакциясы мынау бізде толығымен натрий 2 SO3 болып кете салады. Қосамыз RH, газымыз осы. Так, осы бізде қанша литр дейді? 11,2 литр. Еще тығыздығы беріліп қойған. Бұл тығыздықпен біз оңай оның молекулалық массасын таба аламыз. 1,965 грамм на литр. Әмірін табу керек болсам, осыны мен 22-ге көбейте саламын. 1,965 көбейтіремін 22,4-ге. Калькулятормен көре салайық қазір. 1,965 көбейтіреміз 22,4-ге. 44 шығады екен. 44. Алкандардың бәрін қатарын қарайтын болсақ, метанның өмірі 16, этанның өмірі 30, пропанның өмірі 44. Вау, яғни бұл жерде түзілген газ кім екен? Пропан. Тауып алдым. Яғни қышқыл бізде, R бізде пропил шығып тұр. C3H7, мына бір сутек қосам, C3H8 болсын. Яғни бұл бізде не? C3H7. Реакцияның басынан жазылайын. C3H7 SOO натрий. Қосамыз натрий OH. Түзіледі. C3H8 қосылған натрий 2 SO3. Осы газ бізде қанша литр дейді? 11,2 литр дейді. Литр берілсе неге бөлеміз? 22,4-ге. Жұмсалған тұздың массасы X. МР қанша еді оның МР? 110. 110. Алдыңғы есептегі шығарып едік. Сонда осындай бір пропорция шығады. Шеше салатын болсақ, 110 көбейтіремін 11,2-ге, бөлемін 22,4-ге. Нәтижесінде 5 грамм шығады. Жауаппен сәйкес тұр. Кеттік ары қарай. 39 грамм бензолды гексахлоранға айналдыру үшін қажет хлор газын алу үшін концентрлі тұз қышқылмен әрекеттесетін марганец 4 оксидінің массасын есептеңіз дейді. Бензолды гексахлоранға айналдыру үшін C6H6 ол кезде бізде 3 хлор молекуласын қосамыз. Катализатор күн сәулесі болуы керек. Немесе ультрафиолет. Шығады C6H6 хлор 6. Осы хлорды қайдан алды дейді? Марганец 4 оксидін тұз қышқылмен әрекеттестірген. Сыра көрерге. Марганец хлор 2 қосамыз хлор 2 қосамыз H2O. Вот. Бензол бізде қанша грамм дейді? 39 грамм. Астына 78. Хлор газын алу үшін концентрлі тұз қышқылмен бізге марганец O2-ні табу керек. Ол үшін біз бірінші хлорды табу аламыз. Сол хлор арқылы кімді тауып аламыз? Марганец оксидін. Астына молін тауып алайық. 3 қоятын болсақ, пропорцияны шешсек, 3-ті 39-ға көбейтірем, 78-ге бөлем, шығады бізде 1,5. Хлор бізде 1,5 шығады. Астына 1 жазамыз, мұнда массасын есептейтін болсақ, марганец бізде 55, қосамыз 32. 55-ке 32, 87. Осы жерден пропорцияны шешетін болсақ, 87 көбейтіріміз 1,5, бөлеміз 1-ге, шығады нәтижесінде 135. Кеттік ары қарай. 40. 4,24 грамм этил бензолды дегидрледі. Түзілген өнім шығымы 75%, алынған өнім бром суының 4% тетрахлор метандағы ерітіндісін түсіздендіреді.
бром суы ерітіндісінің массасы болады. Яғни деген есеп мынау. Так, этилбензол дейді. Этилбензол С6H5C2H5. Так. Осы бізде дегидроленген С6H5C2H3 шығады. Винилбензол немесе стирол деп айтады. Я қосамыз сутек шығады. Осыны барып бром суымен С6H5C2H3 қосамыз бром 2. Сөзден шығады бізде С6H5C2H3 бром 2 деген бір өнім пайда болады. Бром суының ерітіндісін таптық. Так, мынау бізде қанша грамм? 4-24 грамм. Мөлшерін есептейтін болсақ, 77 қосамыз 29. 72 қосасын 77 қосасын 29. 107, 106 болады. X мынау бізде асты 104. Бұны қанша болады? 4-24, 0,04. 4-16 грамм шығады. Пропорцияны шешетімізді. 104-ті 4-24 көтеріп 106 бөлеміз. Так, енді осы 4-16-ны арқылы біз бром суын, таза бром тауып аламыз. Бұл бізде асты 160. 160-ты 0,4-ке көбейтсек қанша болады? 64, 6,4 грамм шығады. Енді осы таза бром 6,4 грамм. 4% ерітіннің ішінде айтып тұр, қанша процент деп тұр? 4% деп тұр. Ал бүкіл ерітінді бізде қанша процент? 100%. Пропорцияны шеше саламыз. 100-ді көбейттіреміз 6,4-ке, бөлеміз 4-ке, сол кезде қанша шығады? 120 грамм шығады. Осымен аяқталды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Б деңгейі бітті. Енді келесі сабақта С деңгейін есептерін шығаратын боламыз.